Ассалаумағалейкум құрметті жазылушылар, құрметті көрермендер. Бүгінгі видеомыз сиырлардың үлкен қарынның кебуі және оны емдеу туралы болмақ. Үлкен қарын кепкенде нелерге көңіл бөлу керек? Дәрі-дәрмек жоқ жағдайда қалай емдеу алып бару керек? Білгіңіз келсе, арнаға жазылып лайк басып, қолдап қоюды ұмытпаңыз. Үлкен қарынның кебуі сиырлардың жоңышқа, ашып божыған азықтықтарды көп мөлшерде жегенінен пайда болады. Ауру себебі малдың ашып кеткен көк жоңышқа, қалақай қатарлы шөптерді көп жеуінен шұғыл сипатты алдыңғы асқазанның кебуі келіп шығады. Бұған уағында шара қолданбағанда асқазан ішектер, өкпе және жүректі ығыстырып, малдың бас бөлімінің қан қысымы өрлеп, өліп кетуі мүмкін. Клиникалық белгісі: алғашында мал қатты мазасызданады. Сол жақ мықыны томпайып, үлкен қарын кеуіп кетеді. Күйсеуі мен кекіруі тоқтайды. Асқазан әрекеті әлсірейді. Үлкен қарынды сипағанда ішіне көп мөлшерде жел толғандығы білінеді. Тексеру әдісі: сиырлардың үлкен қарнының сол жақ аш мықыннан тексереміз. Алдымен қолымыздың жұдырығын түйіп алып, малдың мықынын бөлімін ақырын басамыз. Басқанда үлкен қарын қалыпты болса, 1 минутта 2 рет қысқарады. Естіп көргенде сырылдаған, алыстан естілген найзағайдың дауысы барған сайын жақындағандай болып естіледі. Басқан қолымызды сыртына қарай теуіп шығарады. Қолымызға бөгде нәрсе ұрылмайды. Егер үлкен қарын тығылған болса, қолмен басқанда илеген нанға ұқсайтын жарым қатты заттар қолға білінеді. Тіпті қолдың табы қалады. Қарын қысқармайды немесе әлсіз қысқарады. Бұған қарап үлкен қарынның тығылғанын, босағанын білуге болады. Егер үлкен қарын кепкен болса, мықын сыртына шығып тұрады. Қолмен басқанда қатты болып, ішінде жел бары білінеді. Артынан қарағанда сол жақ мықын басқа орынға қарағанда шығыңқы болып көріледі. Үлкен қарында тығылу, кебу, босау қатарлы аурулар көп көріледі. Алдын алу және емдеу жолдарына келсек, азықтандыруды күшейтіп, көк жоңышқа, балдыр, қалақайлы жайылымдарға мал жаймау керек. Емдегенде асқазанның желін айдап, ашуды тоқтатып, асқазан ішектерді тазалаймыз. Ол үшін тракар инені малдың сол жақ мықынынан үлкен қарынға шаншып, аз-аздан жел шығарамыз. Желді бір жолда шығарып тастауға болмайды. Егер іші кепкен малдың көзі сыртына шығып шадырайып тұрса, демек малдың бас бөлімінің қан қысымы өте жоғары деген сөз. Ондай жағдайда әсте желін тез шығаруға болмайды. Ақырын-ақырын шығару керек. Егер желін тез шығарған жағдайда малдың миына қан құйылып, сол майданда өліп кетуі мүмкін. Ал енді ашқазанындағы ашуды тоқтату үшін парапиннан 100 мл, ықтиолдан 2 грамм, спирттен 10-15 мл алып, оған лайықты мөлшерде жылы су араластырып, бір ретте ішкізіледі. Егер дәрі-дәрмек жоқ болған жағдайда сірке судан 500 мл 1 литрді ішкізу керек. Немесе әдеттегі ақ арақтан 300 мл 500 мл бір жолда ішкізу керек. Осы қарапайым әдістер арқылы іші кепкен малды аман-есен алып қалуға болады. Видео пайдалы болса лайк басып, арнаға жазылып, достарыңызбен бөлісіп, қолдап қоюды ұмытпаңыз. Келесі видеода кездескенше сау саламат болыңыздар.